Мен Ақбота Қадыр, Орал қаласының номер 26 жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы А сынып оқушысымын. Мен туризм мамандығын таңдаймын. Оның себебі туризм мамандығы ең қызықты мамандықтардың бірі болып келеді. Туризмнің тарихына үңілетін болсақ, ол алғашында ежелгі Грецияда спорт бағытында пайда болды. Туризм мамандығы туралы қызықты фактілер. Туризм мамандығын халықаралық ЮНЕСКО ұйымы ең болашағы зор мамандықтардың бірі деп атап кетіпті. Туризм мамандығының мазмұны. Туризм мамандығының негізі ол деген саяхатшыларға барлық жағдай жасау болып келеді. Осы мамандықтың ең танымал адамдары ол Томас Кук, Антон Птушкин және де Эннар Мансуров. Туризм мамандығының қажетті қасиеттері ол әрине ең біріншіден бірнеше тіл білу және де саяхаттауды жақсы көру. Туризм мамандығын біздің елімізде 45 оқу орындары оқытады. Олардың ең үздіктері Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеттері, халықаралық бизнес университеті, Қазақ спорт және туризм академиясы, Алматы технологиялық университеті мен Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті болады. Мамандықтың тиімді жағы мен тиімсіз жақтарына тоқтайтын болсақ, оның тиімді жағы әрине көптеген елдерге саяхаттау мүмкіндігі, және де тиімсіз жағы сіз басқа адамдардың демалуына жауапты болғандықтан үлкен жауапкершілік мойнына аласыз. Маманның мансаптық болашағы. Жаңа жұмысқа кіргенде сіз жай тур менеджері боласыз. Кейін сіз тур операторына және де тур менеджердің көмекшісіне дейін жете аласыз. Одан әрі сіз топ менеджер болып, директордың орынбасары мен директор бола аласыз. Қазіргі уақытта еңбек нарығында мамандарының сұранысы өсті. Себебі көптеген адамдар шетелге саяхаттауға жоспарлайды. Назарларыңызға рахмет.